Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, жұмсақ болып пісетін карамельный пирог жасадым. Дәмі ерекше дәмді болады екен. Өте қатты ұнады. Видеоның соңына шейін бірге болыңыздар. Толық түсіндіретін боламын. Қамырына жұмыртқа, разрыхитель, сары май, қант, ұн керек болады. Жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап бірінші араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, онда кішкене араластырып аламыз. Ситадан ұн мен разрыхительді өткізіп алдым. Бұл міндетті емес, бірақ өткізсеңіздер қамырларыңыз піскенде жұмсақ болып пісетін болады. Қолдарымызбен қамыр илейтін боламыз. Айта кететін жағдай, қазақша фудблогқа кішкене болсын үлестеріңізді қосып, тіркеліп алыңыздар. Үнемі жақсы рецепттер салып отыратын боламын. Қамырларымызды осылай қолымызбен жақсылап илеп алғаннан кейін пакетке салып, холодильникке қоя тұрамыз. Салмасына бізге қаймақ, вареная сгущенка, жұмыртқа керек болады. Жұмыртқаларымызды осылай жарып аламыз. Вареная сгущенка, қаймағымызды салып, бірінші венчикпен жасап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін осылай блендерлеп аламыз. Ол міндетті. Түйіршіктер қап кетуі мүмкін. Осылай блендерлеп алғаннан кейін пирог пісіретін тапамызды жақсылап майлап аламыз сары маймен. Осылай майлап алғаннан кейін холодильниктен қамырымызды алып шығып, тапамызға жақсылап жаятын боламыз. Қамыр жұмсақ, тез жайылады. Осылай жайып алғаннан кейін салмамызды құямыз. Алдын ала қысып тұрған 170 градус температурада печкеде ровно 35 минут пісіріп аламыз. Қалауларыңызға қарай осылай сахарный пудра сепсеңіздер болады, кез келген сәндей берсеңіздер болады. Сахарный пудра сеуіп кішкене өрік қойдым әдемілік үшін. Сонымен өте дәмді, жұмсақ пирогымыз дайын болды. Ас болсын жасап, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Рецепт ұнап жатса, лүпіл басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.